Сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Көптен бері күтіп жүрген біздің сабағымызда басталды. Яғни этностильдегі сумканы жасау. Сіздерге негізі бұл емес, екінші вариантын үйретпекшімін. Мынау ең оңай тәсілі. Сіздерге сәл қиындау, яғни сложнылау, бірақ өте әдемі, ерекше стильдегі құрақтан жасалған этно стильдегі сумканы көрсем. Бірақ дәл осындай тігілу барысы сондай, узорлары басқаша. Ал мына жерде замогы болса, сіздерге кнопкалын үйретем. Өйткені основной эко сумкаларда, яғни кнопка болғаны дұрыс. Өйткені ол жеңіл, қалаған жеріңізге ұстап қазақи стильдегі сумка болмақ, қыздар. Просто мына сіздерге үлгі ретінде көрсетіп жатырмын. Енді бізге керекті заттар. Әрине, мен бұл жерде өте көп мата алғанмын. Мына жерде почти 6 түсі, мына жерде 3 түрлі материал бар. Яғни 8 түрлі материал алғам. Бірақ сіздерге, егер де сіздер дәл осындай, Нұрила ханым, дәл сіздікіндей қылып жасаймын десеңіздер, әрине қарсылығым жоқ. Бірақ жоқ, мен оған шамам жетпейді. Сәл арзандау қылып жасаймын десеңіздер, онда әрине өз еріктеріңіз. Тіпті қазіргі жасап жатқан турецкий барқыттан біз көрпешелер жасап жатырық қой, содан да жасай беруге болады. Ал мынандай сатиндерді біз турецкий барқыт көрпешенің астына однотонный бамбук қолданамыз. Дәл солай мына расцветкаларынан таңдап жасасаңыздар болады. Яғни көрпешеден қалып кеткен кусок маталар, әртүрлі түстерді үйлестіре отырып жасауға болады. Менде қараңыздар, мына жерде 6 түс: ақ, қызыл, сары, жасыл, шоколадный және гүлді көкшіл цвет и мынау драп матасы. Егер де сіздер бұны алуға қиналсаңыздар, бұның орнына кәдімгі велюр турецкий барқыттың қалған түсін қолдануыңызға болады. Міне қыздар, узоры барынан алам десеңіздер де турецкий барқыттың узоры бар, материалдары бар, соны алсаңыздар болады. Немесе мынау 1 метрі 2200 теңге көлемінде тұрады екен. Нағыз драп және турецкий, яғни таза. Мыналар да однотонный бамбук емес, бұлар да таза сатиндер. Бұлардың бағалары 1800 теңге көлемінде тұрады. Сол себепті де қалталарыңызға қараңыздар, қыздар, мен сіздерді қинамаймын. Егер де осымен, осы таза осы сумкамен, былайынша айтқанда, осы турецкий барқыттармен жұмыс жасап, мен сумкаға кетемін, мен сумканы жасаймын десеңіздер, осындай қымбат сатиндерден сатып, қымбат бағаға сатам десеңіздер, онда беймарал дәл солай менкіндей матамен жасап, бизнес көзіне айналдыруға болады, қыздар. Одан кейін мынау да турецкий. Бұны біз сумканың ішкі жағына, яғни ішкі астарына қолданамыз. Мынаны біз сумканың арқа жағына қолданамыз. Ал кожаны, қыздар, кожаны мен айвари цветін алдым. Міне айвари цвет болғанда сәл молочныйлау цвет. Кожаны мен мынандай ручкаларына, яғни асылғышына қолданатын боламын. Кожа тек қана соған ғана керек, қыздар. Сол себепті де көп кожа алудың қажеті жоқ. Менде енді мына жерде 1 метр кожа, 1 метр алсаңыздар, неше сумканы атқарады ол. Почти 40-50 сумканың ручкасын атқарады. Одан кейін менің алғаным осы кожа ручкасына дедік, мынау астарына дедік, мынау арқасына дедік, мынау полный 6 түс, яғни дизайнына, яғни сыртқы көрінісіне, құрақтарына, әдемілеуіне, әрлеуіне кететін болады. Біз бұны дәл мынандай қылып жасап алсақ болады, қыздар. Бірақ мен цветтерін өзгертіп, қазір сіздерге осының тігілу жолын көрсетемін. Астына әрине кәдімгі өзіміз құрақтан жасап жүрген простой ақ сұрып, яғни бөз деп айтсақ та болады. И синтифон, метражный синтифон. Синтифон керек болады бізге, құры матадан емес, осы синтифонға қосып тігетін боламыз. Сонымен қатар қайшылар, кішкентай қайшы, үлкен қайшы, және линейка 30 сантиметрлік бор қажет. Және де мынандай сумкамыздың
біздің ұстап тұратын, яғни асылғышын, кожасын ұстап тұратын мынандай жарты тәсілді темірлер керек. Бұл да әрине сатылады фурнитураларда. Міне. Одан кейін мынау кнопкалары, қыздар. Кнопкалары, міне қыздар. Осылай жауып қоятын кнопкалары. Осыдан 2 штук алдым, мынадан 4 штук алдым, қыздар. Все, олай болса, ары қарай кеттік. Ең алдымен біз құрағымызды тігіп алуымыз керек, яғни біз дизайнын әдемілеп жасап алуымыз қажет. Ол үшін мына нені өлшеп аламыз. Енді мына экранды жақындатайын. Экранды жақындатып тұрып, сіздерге түсінікті болу үшін жақындатып қоямын. Ой. Мінеке қыздар, біз ең алдымен құрақты істеп аламыз. Мына жерде бидайлық құрақ. Қараңыздар. Бидайлық құрақ. Бұл бидайлық құрағымызды біз ең алдымен жасап алуымыз керек. Бірақ мен бұл жерде түстерін өзгертпекшімін. Мына түстің орнына қоңыр түсті қоямын. Міне, қоңырды қоямын. Яғни сыртына да, ішіне де қоңыр қоямын. Одан кейін мынаны өзгертпекшімін. Бұның орнына мен қызыл қойғым кеп тұр. Қалғандарының барлығы осы орында тұрады. Міне. Қызылды осы жерге қоямын. Ол үшін ең алдымен бұның размері қазіргі 28, бірақ 30 қылып қырқып алу керек. Міне, 30 қылып қырқып алдым. Қараңыздар. Жоқ, мына 27, мына 30. Я, мына 27 екен. Мынау 30 сантиметрлік астарды ровно 30-да 30 қылып қырқып алдым. Енді осыны біз мына нелерін дайындап алуымыз керек, яғни размерлермен дайындап аламыз. Ең алдымен, міне қараңыздар, ортадағы сантиметріміз міне 8 сантиметрлік қылып аламыз мына кубикті. Одан кейін мыналардың барлығын 3 сантиметрлік қылып аламыз. Мына ленталардың бәрін 3 сантиметрлік. Ал мыналарды примерно 6 сантиметрлік қылып аламыз. Ең алдымен мынадан бір ақ штук аламыз. Яғни 8-де 8 қылып. 8-де 8. Сіздерге көрінбей қалып жатыр екен, онда сәл былай қыламыз. Вот. Міне 8-де 8 қылып аламыз, қараңыздар. Бұл дайын болған кезде 7-де 7 ол кішірейеді әрине. Одан кейін біз қалған бөлшектерінің барлығын, міне қалған бөлшектерінің барлығын 3-3 қылып аламыз. Яғни 3-де 3 қылып алуымыз керек. Яғни тура көрпешеміздің қалай біз лента қырқамыз, дәл солай 3-де 3 қылып аламыз. Мені линейкамен өлшеймін. Маған керекті примерно 4 лента. Сіздер де примерно өлшеп алсаңыздар болады. Яғни 3 сантиметрліктен мына жағы бір 35 сантиметр, жоқ 25 сантиметрліктен 25-30 сантиметр алсаңыздар болады. Міне маған 4-еу керек. Сол үшін мен 4-еуді ғана қырқып аламын. Мынау қырқылып кетпесін.
қараңыздар. Яғни ортасының центрін 8 қылып алдық, мынаны 3 қылып алдық, мынаны 6 қылып аламыз, 6 қылып аламыз. Все, қалғанның барлығы түсінікті. Мына жерде енді қолданылған 1, 2, 3, 4 түрлі түс қолданып тұрмын. Мына сары, көк, жасыл және мынау қоңыр болады. Мынау ортасында қоңыр болады, мынау қызыл болады. Қызыл мен жасылды мен 6-6 сантиметр қылып, қазір айтам, 1, 2, 3, 3 ана жақта 6 қылып аламын. Яғни 6 қызыл аламын, 6-ға 4-ті қоссақ 10 жасыл аламын, қыздар. Естеріңізде болсын. Қызылдан 6, 6-да 6 сантиметрліктен 6 штук, жасылдан 10 штук. 10 штук. Яғни екеуінің де размері 6 сантиметр, қыздар. Все. И қалған ленталар, міне 30 сантиметрлік ленталардан 4-4 аламыз. 30 сантиметр емес, дажымналар одан да кішкентай болады, міне 25 сантиметр, 30-50 сантиметрлік қылып, ұзындығын енін 3 сантиметрлік қылып қырқып аламыз. Енді жасыл аламыз. Жасыл, көк, сары. Вот, жасыл, көк, сары. Көктен де қырқып алайын. Тапшы демедің, өтіріп күліп бір сүрендеп, сені құшқанды, оныңда ертең күні тумайма, ессіз қандайсыз, ұмыту қайда. Вот, қыздар, бәрін осылай жасай бересіздер, қыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. 3 сантиметрліктен өзіңізге керекті 4 түсті дәл осы бағытта қырқып аламыз. Қазір қырқып алғаннан кейін тігілу барысын көрсететін боламын. Қыздар, мінекей біз құрағымызды бастаймыз. Қараңыздар, мен ортасын алып алдым, одан бөлек әр қайсына ленталар алып алдым. 1 жасыл цвет, сары цвет, қоңыр цвет және гүлді көк цвет. Осы 4 цветтен бөлек мен мынандай кубиктер алдым. 6-6 сантиметрден, мынадан 6 штук, мынадан 8 штук жасап алдым. Яғни 6-да 6. Қазір оны соңғы жағында көрсетем. Енді қараңыздар, мына сызықтарына тура келтіре отырып, бір лапка бойымен тігіп шығамыз. Бір лапка бойы, яғни жарты сантиметр. 4 жағында тігіп шығамыз. Центріне қойып тігіп шыққаннан кейін, уже біз екінші лентамызды жасаймыз, яғни жасыл жасаймыз. Жасыл қойып тігеміз. 3 сантиметрлік жасыл лентамызды алып, тура сіздерге көрсеткен бойынша не тіктік қой біз? Мінсіз құрақ тіктік, сол бойынша жасаймыз. Бұл енді өте жұқа мата, сатин болғандықтан, бұл қаттандай не болып тігілмейді. Нагрузка түспейді да бұған. Жеңіл тіге бересіздер. 4 жағында тігіп,
жарты сантиметр көлемінде тігіп отырамыз. Міне қыздар, енді қыздар біз бұл жерге жасылдан кейін көкті қоямыз. Яғни мынау гүлді көгімізді қоямыз. Қараңыздар, менде мына жасылым үлкен болып қырқылған, сол үшін мынау кішкентай болып көрініп тұр. Енді қыздар біз сарыны тігеміз. Сарыны тігеміз. Сарыны тігеміз. Қараңыздар, қандай әдемі болып келе жатыр, иә? Міне осы жерден аяқтаймыз. Өйткені біз қазір блоктарымызды қосып алуымыз керек. Міне мына блоктарымызды қараңыздар. Мына жерге дейін тіктіге, енді мына қызыл, мына жерде қызғыш фиолетовый мен жасылды біріктіргем. Енді бұл жерде жасыл мен нені біріктіреміз? Қызылды. Қараңыздар. Мен қырқып алғам, мынадан 6, мынадан 8. Енді осыны біріктіреміз. Ол үшін біз әрине бұның ортасынан кесіп алуымыз керек. Ортасынан кесіп аламыз. Сіздер мелмен қырқып тұрып кесіп алыңыздар. Себебі шатасып кетті, жаңа қисық қырқылуы мүмкін, қыздар, иә? Міне. Осылай қырқып алғаннан кейін енді бір-біріне қосып шығамыз бұны. Міне.
міне әр нені үшеуден қосқанда вообще қанша тігеміз? Үшеу, 12 штук тігеді екенбіз. Қазір бізде қанша болды? Ой, мынау не? Черный тасып қалған ба? Мінекей қыздар, қараңыздаршы. Бізде мынандай бөліктер пайда болды, иә? Әр жаққа 4 штуктан кетеді, 4 штуктан кетеді. Сол кезде примерно қазір тығып атқан кезде белгілі болады. Бірінші мына блоктарды құрастырып алуымыз керек. Міне былай қоюымыз керек. Ол үшін бір-біріне ең алдымен құрастырып шығамыз. Дәл центріне қойып, міне қыздар, осылай бір-біріне құрастырған кезде бізде бидайымыздың формасы дайын болады. Міне қараңыздар, енді осыны дәл мына жерге қойып шығамыз. Менде мына лента үлкен болып кеткендіктен, мына 4 сантиметр ма болып кеткен. Сол себепті мынау уже 3 қатар қойылу керек, 4 қатар қойылып жатыр. Ол ештеңе етпейді. Сіздерде сондай болса 4 қатар тіге беріңіздер. Егер 3 қатарға тура келсе, 3 қатар қылып тігіңіздер, бидайлығын. Енді дәл осыны қойып аламыз. Астына тоғыралап, 4 сантиметр көлемінде тігіп шығамыз. Мінекей. Міне қыздар, көрдіңіздер ме? Енді мына бөлігін біз мына жеріне жасыл қойып жереміз. Дәл осы бөлігін енді біз бұлай тігеміз. Қараңыздар, осыдан шатасып кетпеңіздер. Бидайын қойған кезде шатасып кетпеңіздер. Мына жоғары жағында тұратын қызылы. Дәл осылай төртеуден түсіреміз. Сонда получается бізге блоктарымыз егер төртеуден түсетін болса, сонда 8-16 штуктан керек болады екен, қыздар. 16 штук, яғни 8 штуктан істейміз да сонда. Қызылдан 8, жасылдан 8 істейді екенбіз. Міне қыздар. Дәл осылай істеп кете береміз. Қазір мен мынаны бітірген соң көрсетемін. Қыздар, мінекей қараңыздар. Мен барлығын бітіріп қойдым. Міне. Мынандай жерлері негізі кішкене тура келмей қалды. Міне, қазір бұны тігіспен үстіңгі синтефонмен торлап жүреміз. Міне қыздар, осылай жасап алдық. Сонда бізге надан төртеу кеткенде 8 штук кетті да, міне. Екеуінің өзіне 8, маған 8, 16 штук кетті қыздар. Сонда жасылдан 8 штук жасап аласыздар. 8 штук. Қызылдан 8 штук. Жасылдан 8 емес 12 штук жасайсыздар. Төртеуі де бар қыздар. Одан кейін енді ортасындағы бөлікті біз сыртына тігеміз. Міне, енді осы жерде мынандай шыққан дүниелерін тура қылып қойып тұрып жасаймыз. Жарты сантиметр көлемінде қыздар. Менші бұл мені болған. Мынандай жерлерінде дұрыстап тігеміз қыздар. Мынандай жерлері тартылып, не қалмасын.
тура қылып мен мысалы үшін шығып кеткен маталарды осы ориентир арқылы дұрыстап отырамын. Міне. Кей кезде лентамыз да қисық қырқылып қалады, соның бәрін көзім арқылы дұрыстап отырамын. Міне қыздар, бізде осындай бөлік пайда болды. Енді қараңыздар. Енді бұның тек қана 0,1 мен шетін ғана тігіп шығамыз. Қалған астарын қырқып тастаймыз қыздар. Шетін қырқып. Міне, енді бұны жақсылап үтіктеп алыңыздар, қыздар. Тегіс болу үшін бір үтіктеп аламыз. Сосын мына жанындағы керек емес астарын қырқып тастаймыз. Ендігісін біз төрт жағына бір узор дайындаймыз қазір. Мінекей қыздар, мынандай қылып, мен мынау драп матамызды қырқып алдым. Дәл мынаның размерінде дәл осылай крестик қылып қырқып алдым. Енді оны былай құрастырамыз. Өзі тура құраққа ұқсаған, сол үшін маған құрақтың узорын тігу қажет болмай қалды. Егер де сіздерде бұндай мата жоқ болса, кәдімгідей мынандай төрт бұрыш қылып осындай қылып тігіп, осылай қырқсаңыздар болады. Бірақ мына тырнасын, бидайлығын тікпеңіздер де, осындайларын тағы да 2 лентадан қосып, общий 1, 2, 3, 4, 5, 6 лента қойып, құдық құрақ тігіп, осыны дәл осылай мына мата сияқты 4-ке бөлсеңіздер болады. Міне, менде мынандай сумканың беті дайын болды қыздар. Енді осыны 4 жағында тігіп шығамыз. 4 жағында қойып, қазір машинкаға тігіп шығамыз. Одан кейін тігіп болғаннан кейін көрсем, енді бұны көрсетудің қажет жоқ шығар деп ойлаймын. Жақсылап үтіктеп аламыз. Сосын сумкаларымыздың артқы бөлігін, жаңғы бөлігін істейміз қыздар. Мінекей қыздар, біз үтіктеп алдық. Қараңыздар, мынандай жатқызып үтіктеп алғаннан кейін қыздар, осыдан кейін уже енді біз екі жанына не қосып алуымыз керек? Лента. Яғни бізде бұл жерде главный түс қоңыр болып тұр. Енді 4 сантиметрлік лентаны алдым. Бидайлықты былай қойсақ та болады, былай қойсақ та болады. Міне, яғни бидайы жанына қарап жатып тұратын болса, міне. Енді осының екі жағынан да 4 сантиметрлік лентаны тігіп аламыз. Қазір неге екенін айтамын бұны қыздар. Бұл біздің сумкамыздың, яғни еніне кететін бөлігі. Ені бізде ұзындығы, сумканың ұзындығы 40 сантиметр болатын болса, ені 50 сантиметр болады. Яғни сумканың мынандай ен жағы 50, ұзындығы
40 сантиметр болады. Яғни үлкен сумка бұл. Егер де бұдан кішкентай қылам десеңіздер, әрине өз еріктеріңіз. Міне. Осылай. Бұл жанына қосылып жатыр да, бойына емес, жанына қосылып жатыр. 4 сантиметрлік лентаны екі жағына да дәл осылай істеп аламыз. Міне қыздар, яғни мынаның ұзындығы әрине арқа жағына да кетеді, бірақ мына жерде қараңыздар, енін 50, ұзындығын 40 қылып алдық. 10, 20, 30, 40, 50 міне қыздар. 50-ге 50 болып тұр. Енді бұны да түктеп алыңыздар. Енді мен астарын сразу істеп аламын. Міне қараңыздар. Астары почти мынамен бірдей болып тұр. Астары осымен почти бірдей болып тұр. Енді бұның біз қараңыздар, бұның енді ұзындығына қосамыз. Бағана еніне деп қостық қой, енді ұзындығына қосамыз. Главный тұсымызды. Ол үшін біз мынаның ұзындығына алып, ұзындығына қосатын боламыз. Мінекей қыздар, біз қосып алдық. Енді бұны біз қазір синтефонмен тігіп шығуымыз қажет, қыздар. Яғни екеуінің де асты үсті бірдей болды. Енді осыны синтефонмен қазір біз синтефон қойып тұрып тігеміз. Қазір көрсетемін оны сізге. Міне қыздар, екеуін де бірдей қылып түзу жерлер, түзу емес жерлерін қырқып алғаннан кейін астына бір қабаттық синтефон. Артығымен аламыз қыздар, 2 сантиметр артығымен аламыз. Неге десеңіз, бәрібір жылжып кетеді, сол үшін. Сол себепті булавкалап аламыз. Әр жерінен булавкалап аламыз. Ортасынан біреу, мына жағынан үшеу, екеу болып, бәрін булавкалап алып, сосын машинкамен бастырып тігеміз. Оны бірінші мына жерін бастырып, сосын мына жағын бастырамыз да, ортасынан 1-2-3 тігіс тігеміз. Ал мыналарда машинканың түбімен бастырамыз да, қазір басылу барысында көрсетем. Мынаның ленталарын басып шығамыз. Әрқайсысын. Сол кезде узорлар түсіп әдемі болады. Мінекей қыздар, біз тігіп алдық. Қазір ортаңғы бөлігін тігіп көрсетем. Шетін және мына бұрыштарынан тіктік, міне қараңыздар. И мына угловой қылып тігіп алдым. Енді әр неде, мысалы үшін қатар қылып тіксеңіздер де болады, немесе
арасын тастап тіксеңіздер де болады. Мен қазір арасын тастап тігем, мына жерді тігемін қыздар. Міне мынаның үстін тігем. Яғни сарының үстін тігемін. Ол үшін жібімді қойып алып, көрсетіп тігуім керек. Бұрышынан тікпеймін. Көрсетіп тіккен кезде әдемі көрінеді. Мен көк жіп таңдап алдым. Разный жіптер таңдасаңыздар болады. Түспе-түс болу керек емес. Өйткені узор сияқты болып түседі да бұл. Ерекше бір әр береді қыздар. Міне сарының үстін дәл осылай 0,2 мен тігіп жатырмын. 0,2 мен. Енді бұл сетінеп кетпеу үшін мен біткен жерінен қайып закрепка берем. Міне. Енді мынаның үстін тігемін. Жасылдың үстін қараңыздар. Қоңырдың үстін тіксек те болатын. Енді қоңырдың үстін тігейді. Мінекей қыздар, осылай әр қайсының үстін тігіп шықсаңыздар да болады. Мен просто узор үшін 3 қатар ғана тігіс түсірдім. Ішкі жағынан 1, 2, 3. Мынау сыртқы угловой жағына сонда 4 болады екен. 4 қатар тігіс түсірдім. Міне қыздар, осылай дайындап алдым. Булавкаларымызды алып тастаймыз. Көрдіңіздер ме? Мына жағынан, арқа жағынан қарағанда мынандай болды. Мен арқасында дәл осылай тігіп алдым. Орталарынан тігіс түсіріп, қараңыздар. Ортасынан 1, 2, 3, 4, 5 тігіс түсірдім. Енді қыздар, біз астыңғы бөлігін тігуіміз қажет. Яғни сумканың астыңғы бөлігін тігеміз. Ол үшін біз қазір мынандай матадан пішіп аламыз. Одан кейін барып ішін істейміз. Яғни ішкі сумканың астарын істейміз. Қараңыздаршы, мына жерім кеше күйіп қалды. Жаман көрініп тұрады екен. Все, қазір астарының астыңғы бөлігін істейміз сумканың. Оны көрсетем қазір. Міне қыздареки, мен 3 слой қылып істеп алдым. Мынау астары, мынау коробка. Пиццаның коробкасынан істеп отырмын. Жұқа болу керек, қатты болмау керек та қыздар. Жұқалау коробкадан 10 сантиметрде 35 қылып қырқып алдым. Мынаны 37-де 12 сантиметр қырқып алдым, өткен тігіске кетіп қалады қыздар. Ал мына синтефон үлкендеу қылып қырқып алдым. Себебі қазір бұның артықшасын қырқып тастаймыз. Айтқанда сіздерге айтпаппын, бағанағы артықша синтефондарын қырқып тастаймыз. Енді мынаны тігіп аламыз. Осыны тігіп аламыз. Сосын мынаның екі жанын тігеміз. Екі боковойын тігеміз. Асты мен алдыңғы жағы тұрады. Мынаны тігіп болғаннан кейін мынаның астына орналастыруды қазір көрсетемін. Мінекей қыздар, 37-де 12 сантиметрлік бірінші, яғни драп матамызды, бұл сумканың астыңғы бөлігі болады. Мына ортаңғы синтефон бөлігін 4 жағында тігіп аламыз.
Міне қыздар, 4 жағында тігіп алдық. Енді оны бөліктерге бөліп, енінен немесе ұзындығынан қылып тігіп шықсаңыз да болады. Мен ұзындығынан бір 4 тігіс тима түсірейін. Міне қыздар, осылай тігіс түсіргеннен кейін енді мынаны бетіне қойып тұрып, осылай жасаймыз, тігеміз. 3 жағын тігеміз бұны. Себебі бізде коробка кіру керек қой бір бөлігіне. Сол үшін 3 жағын тігеміз. Мінекей қыздар, енді синтефонын қырқып тастаймыз. Полный синтефонын қырқып тастаймыз. 3 жағында, 4 жағында. Міне қыздар, енді коробканы неғып көреміз, аударамыз да. Аударып аламыз да. Коробка сыю керек бұған. Сыймаса, онда коробкамызды кішкене реттеп қырқып алуымыз керек болады. Коробкамыз кішкене қиындау кіріп жатыр. Мінекей қыздар, коробка негізі бос болып тұру керек. Мұны қараңыздар, мына жерден жарты алған кезде коробка беймарал тығылып тұру керек. Осылай істеп алдық. Енді біз қазір сумкамыздың алдыңғы және артқы бөлігін жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен сумкамыздың екі боковойын тігіп алуымыз қажет. Мынаны алып қоямыз. Бірақ тіккен кезімізде коробканы алып тастап тұрып тігеміз, өйткені қиын болады.
алдыңғы және артқы бөліктерін қосып, екі боковойын 0,5 пен, яғни жарты сантиметр көлемінде тігіп шығамыз. Екеуін бірдей ұстап тұрып тігеміз. Енді осы боковойына қоюымыз керек біз. Ол үшін алып тастаймыз. Дәл мынаның центрімен мынаның центрін қойып алуымыз қажет. Головка көмегімен менде мынау кішкентай болып қалған сияқты. Сол үшін қараңыздар. Яғни менде кішкентай болып қалған, сол үшін мен тағы да екі боковойынан қысқартамын. 1-1 сантиметрге дейін. Мына жерін қырқып шығамыз. Міне қыздар, мынаны центрінен қойып шығамыз. Головкалап алыңыздар. Тура келіп тұрған сияқты. Вот, міне. Енді тура келіп тұрмын. Қараңыздар, центріне қойдық. Центріне осылай головка боламыз. Міне. Жеріне қойған кезде бізде дәлме-дәл шығып тұр. Енді осыны біз дәл центрінен бастап тігіп шығамыз. Қараңыздар, центрінің өзінің бұрышы болады ғой, қараңыздар. Осы жерден бастап бастырып тігеміз. Ішкі жағынан бастырып тұрып тігеміз. Тігетін кезімізде
Булавканы алып тастап, мына бұрыштарын қыздар аккуратно істейміз, аккуратно. Міне осылай қойып, міне булавкаларды алып тастап отырамыз. Себебі инеге тисе, инені сындырып жібереді. Бір булавка бойында 1,5 сантиметр көлемінде тігеміз. Міне қыздар, осы жерге келген кезде былай жасаймыз. Бізде мына жерде коробканың тығылатын жері, яғни мынау ашық қалу керек, беткі матасы. Сол себепті де біз тек астыңғы матасын тігеміз. Ол үшін мынаны соңына дейін апарып булавкалап шығып кетеміз. Закрепкамен шығып кетеміз. Міне қараңыздар. Енді осы жерден мынаны тікпейміз, тек мынаны тігеміз. Егер де қиындық туғызса, мынаны кішкене 1,5 сантиметр көлемінде, мына жағын 1,5 сантиметр көлемінде қырқасыздар. Вот қыздар. Енді тек қана мынаны ғана тігеміз. Яғни синтефонды астыңғы тігіс, үстіңгі тігісін ғана тігеміз. Енді булавканы алып тастайын. И мына жерге дейін тігеміз. Кішкене угловой жерлер қиын болады, бірақ мынаны тура тігулеріңіз қажет. Егер де қиын болып жатса, алдымен көкте басаңыздар болады. Вот енді мына тігісті тігеміз. Мына жағында. Жаңағы немізді тігіп жүрмейміз. Коробка салатын жеріміз ұмытпаймыз. 1,5 сантиметр көлемінде осылай тігіп отырамыз. Және астын тегісте отырып жасаймыз. Не қыздар, бізде мынандай тігіс пайда болды. Міне қыздар, қараңыздар. Яғни мына бөлігі бізде қалды, коробка салатын бөлігі қалды. Бұл бөлігін коробкамызды саламыз. Кейінірек саламыз коробкамызды. Міне. Енді бізде оң қаратып аударамыз. Енді ішкі бөлігін тігеміз. Ішкі астарын бөлек тігіп аламыз. Міне қараңыздар. Астыңғы жағы мынандай әдемі көрініске ие болды. Коробка қойған мақсатымыз мынау астыңғы жағын ұстап тұру үшін қыздар. Міне. Енді
осыны біз ішкі жағын тігіп алу үшін қазір бөлек пішіп алуымыз керек. Мен қазір сіздерге көрсетемін. Бөлек маталардан пішіп аламыз. Коробка қойған кезде плотно тұрады. Қыздар, міне астарын пішіп алдық. Қараңыздар. Мынау қалтасы. Мен қалтасын примерно бір жеріне мынандай тігіс сотка салам деп, мына жағына кішкентай бөлігін қылам деп салдым. Міне. Қазір бұны қалтаның размерін өздеріңіз шешесіздер. Ұзын қылам десеңіздер, ұзын, міне ұзындығы 27, ені 18 болып тұр. Қалтасы бөлек сырт қастарынан пішіп алынды. Мына жердегі сумкамыз бар ғой біздің. Осы сумкамыздың ұзындығы мен енін өлшеп аласыздар. Мысалы үшін ұзындығына мына ұзындықты түсіреміз. Еніне мына енді түсіреміз. Мына ені бізде 2 қабат, мынау 44. Ұзындығы міне. Ұзындығын мен 33. Неге десеңіздер, мынаған 9 сантиметр қосып алдым. Міне 44-те 9 сантиметр, мынау 44-те 9 сантиметр. Өйткені бізде қараңыздар, шына сумканың мынандай бөлігі болады, Қазір мынаны неге орналастырамыз, мыналарды қалай орналастыру керек екенін көрсетем. Мынау бізде готовы 7 сантиметр болу керек. Тігіске 2 сантиметр кетіп қалғанда 9 сантиметр. Көрдіңіздер ме? Осы бөлігі, яғни мына астарынан болатын болса, мына жері қатты болмайтын, жұмсақ мата болатын болса, онда дұрыс емес болып қалады. Сол үшін де о жері плотно болып тұру керек. Өйткені мыналарды қадаймыз қазір, қыздар. Вот. Көрдіңіздер ме? Мына 33-те 44, 9-да 44, мына 18-де 27. Бұны қазір бірінші орында осы қалтасын тігіп аламыз, қыздар. Қазір барып тігеміз машинаға. Міне, қыздар, біз қалтасын тігіп аламыз. Ол үшін өлшеп аламыз. Мына жағынан 4 сантиметр, екі жағынан 10 сантиметрге дейін ба қысқартамыз. 10, мына жағы 4. Бұл енді мен мынаны қоспаған кезде есептеп жатырмын. Бұл жағында тағы 9 сантиметр неміз бар ғой, қыздар. Білесіздер, 9 сантиметр бар. Сол үшін сондықта ескеріңіздер. Яғни қалтаның орнын кішкене сызып шығамыз. Қисық болмау үшін. Міне, енді қалтамызды тікпестен алдым. Бірінші қайырып аламыз. Бұл ауыз жағы. Ауыздық жағы. Сол үшін бұны 1,5 сантиметр көлемінде кішкентай қылып қайырып тігіп алуымыз керек. Неге, қыздар, енді осы ауыздығын дәл осы орындарына қоя отырып, примерно 1,5 сантиметр көлемінде қайырып, немесе 1 сантиметр көлемінде қайырып, турайынан закрепка береміз. Өйткені бұл қалтаның ауыздығы болғандықтан түсіп қалуы мүмкін. 1 сантиметр қайырып берейік. 1 сантиметр көлемінде қайырып, мына кішкентай жер қалған кезде тағы да 1 сантиметр ішке қайырып тұрып,
Енді бұны да шетке шығарып закрепка беріп, және 1 сантиметр көлемінде қайырып алып тігеміз. Азғантай қалған кезде, бір 5 сантиметрдей қалған кезде тағы да мынаны қайырамыз. Енді шығарып тұрып закрепка береміз, себебі бұрыштары сетінеп кетуі мүмкін. Зат салған кезде, сол үшін мықты болу үшін осылай жасаймыз. Бұны да закрепка 2 қайтара тігеміз. Енді мен сотка салам дедім, соткамның примерно өлшемін алайын. Қазір енінің өлшемі. Енінің өлшемі менде 9 сантиметр болып тұр. Яғни мен 10 сантиметрде беймарал кіру үшін 10 сантиметрде ала беремін. Міне. 10. Міне, осыны сызып аламыз да, енді осы бөлікті тағы да тігіп шығамыз. Бұны да 2 қайтара закрепка алып, мелдің ішінен тігіп шығамыз. Қыздар, қалтамыз бітті. Керек емес жүктерін алып тастаймыз. Енді үстіңгі бөлігін қосып шығамыз. Үстіңгі бөлігі бізде бір аптаны. Бұны да 1,5 сантиметр көлемінде тігіп, шығып кетеді қайта-қайта. Қыздар, мінекей, біз екі жағында тігіп алдық, мынаны қосып. Енді осыны қосып тіккеннен кейін мына сыртқы тігіс тігіп шығамыз. Өйткені мынау былай жиырылып кете бермес үшін осылай тігіп шығамыз. 0,2 сантиметр. Яғни астыңғы матасы былай болып тұрады. Не болды өзі бұл машинаға? Қыздар, мінекей біз тігіп алдық, 0,5 пен тігіп алдық. Екінші жағында тігіп алдым. Сосын енді үстін бастырып тігіп шығуымыз керек. Өйткені мынау бет жиырылып кете береді. Үстін бастырып тіккен кезде жиырылмайды. Міне 0,5 пен ғана тігіп шығамыз. Міне, дәл осы бағытта. Енді екеуін қосып шығамыз, боковойын. Боковойларын қосамыз. Екінші боковойын қосамыз.
Міне қыздар, қосып алғаннан кейін мына жерді өлшейміз қанша екенін. Тігіспен тігістің аралық қанша екен? 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43 екен. 43-ті 2-ге бөлеміз. Сонда примерно 21 жарым болатын болса, тағы да 7-7-ні алып тастаймыз. Жоқ, 6-6-ны. 21 жарым 6-ны алып тастасақ, 21 жарымнан 6-ны алып тастасақ, сонда примерно бізде 15 сантиметр, 15 жарым сантиметр шығып тұр. Ұзындығын 15 жарым, енін 7 сантиметр болып аламыз. Примерно сондай. Қазір сондай да өлшеп көрейік. Тағы да көз жеткізу үшін. Мына жерден бір 7 сантиметр алып тастасақ. 3,5 сантиметрді алып тастаймыз. Міне осылай ыңғайлы сияқты, осылай оңай сияқты 3,5-ді алып тастаймыз. Жарай 4 дей берейікші, тігіспен қосып ше. 4 сантиметрді алып тастаймыз. Мынаяқтан 4 сантиметрді алып тастаймыз. Сол кезде бізде қанша сантиметр шығады. Міне. Примерно мынандай шығып тұр. Қазір бұл бізде 10, 20, 30, 35 сантиметр шығып тұр. Мен қателесіп 15 сантиметр деп. 35-те 7 сантиметр қылып, астарын пішіп аламыз. 8 қылайықшы. Себебі тігіске кетіп қалады. 35 болса, мынау 20 сантиметрлік. Тағы да 15 сантиметр. 8-де 15 қылып, 35 қылып қырқып аламыз. Мінекей қыздар. Қайтейін тебіріп жатса жаным, ағарып атса таңға қимайын, жолында жалғасымайын. Міне қыздар, енді осыны дәл алдыңғыдай боковойына қойып, булавкалап, мына жағының да боковойына қойып, булавкалап аламыз. Боковойында қойып, центрін деген, мінекей. Енді осылай тігіп шығамыз. Мына жерден бастап тігеміз. Сәл қалдырып тұрып тігеміз. Енді астыңғы жағын сөйлеп. Вот міне. Осылай. Булавканы алып тастап.
жарты сантиметр қалғанда инені көтермей, тек лапканы көтеріп, дәл осылай тігіп шығамыз. Шыңғырлап кетті ғой. Неке қыздар, былай болып тігілді. Мына жері осылай, мына жері мынандай. Қараңыздар. И все. Енді біз мына жерінің дәл ортасын тауып алып, мына жеріне не қыстыруымыз қажет. Жаңағы біздің кнопкаларымыз, бұның астыңғы темірлері болады. Осы екеуін қыстырамыз. Ол үшін біз центрін тауып алуымыз керек, яғни дәл центрін тауып алғаннан кейін екіге бөлуіміз керек. Дәл центрі бізде мынау болатын болса, яғни мына жер болатын болса, енді осы жерден кішкене 8 сантиметрден точка белгілеп аламыз. Бұны кішкене түсіреміз. Неге? Өйткені мына жерге тігіс кетіп қалады. 8-8-ден 8, 16, 8 мына жерін 1-2 сантиметрде көтереміз. Қараңыздар. Сонда получается мына жерге түседі. Ал мынада да сондай. 2. Міне көрініп тұр, қыздар. Яғни 2 точка дайындап алдық та, енді бұны біз мынаны кіргізу үшін біз мына жерден қырқамыз. Міне екі жағынан кішкене. Енді мына жағына қойып, бірінші астыңғы бөлігін аламыз. Сосын мынаны салып, екі жақ қарай міне басып қоямыз. Енді мынаны да солай жасаймыз. Кішкене, қатты емес, сәл ғана қырқылса жеткілікті. Астыңғы бөлігі кнопканың міне. И астындағы темірін салып, темір міндетті түрде салыңыздар, себебі жыртылып кетеді ол. Темір салынбаса, міне. Енді дәл осының нүктесін белгілеп аламыз. Міне, аударамызда, дәл темірдің ізі білінеді ғой осымен. Бұлай белгілей саламыз. Вот, енді осыны қырқамыз, кішкене. Біреуін аламыз. И мынаны тығамыз. Кіргіземіз. Енді оны да екі жақ қаратып, осылай қолмен жасаймыз. Енді екіншісін айтпақшы қырқамыз. Кіргіземіз.
И все. Міне қараңыздар. Міне бізде кнопкаларымыз да дайын. Ендігі жерде біз сумкамыздың беткі бөлігіне қосып тігуден алдын біз нелерімізді ұстағыш, яғни ұстағыштың ілмектері болады ғой, сол ілмектерді жасап алуымыз керек, қыздар. Қыздар, енді біз ремендерін істеп алуымыз керек, яғни асылғыштарын. Мынаның размері 6-да, ең 6, ұзындығы 8 сантиметр болды. Ал енді бауының размері 6 сантиметр екеуі де, ұзындығы 70 сантиметр болды. Кожадан жасадым, міне қыздар. Кожаның қайтып тігілуін көрсетемін. Егер де сіздерде кожа жоқ болса, дәл мынаның жасап жатқан матаны флизерин деп алып істесеңіздер болады. Немесе өзінен істеуге де болады, бірақ флизерин десеңіздер плотно болып тұрады да. Енді осыны қазір машинкаға барып тігіп алуымыз қажет. Мінекей қыздар, мен ең алдымен жібімді ауыстырып алдым. Неге десеңіздер, ақ жіп болу міндетті, өйткені біз ақ кожадан істеп жатырмыз. Егер басқа кожадан істейтін болсаңыздар, онда беймарал сол түспен істеңіздер. Міне енді осылай үшке қайырып аламыз, қараңыздар. Соңғы қайырғаныңыз мынаның шетіне шығып кетпеу керек, міне кішкене жетпей тұру керек. Одан кейін бізде мынандай май бар, сол майды кішкене тамызып отырып істеуіміз керек. Неге? Өйткені кожа тікпей қалады, қыздар. Мынау тікпей қалады, сол себепті де майлап отырсаңыздар, онда әдемі тігеді. Міне, қараңыздар. Және екінші жағын да тігеміз. Ол үшін тағы майлап отырамыз. Кәдімгі машинаның майымен майлаймыз, пісте май қылып құрт жүрмеңіздер, қыздар. Міне қыздар, көрдіңіздер ма? Дәл осылай. Міне. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты, кәдімгі фабричный болып шықты. Маған бүйтіп орналастырамыз бұны. Енді қыздар, мен сіздерге мынаның бәрін көрсетпей қоса алайын. Өйткені дәл бағанағыдай қылып осылай етіп кішкене майлап отырып жасай береміз. Кожаны созбаймыз. Өзінің бабымен, ырғағымен қатты майлап жүрмеңіздер.
мінекей қыздар. Дәл осылай екіншісінде дәл осы қалыпта тігеміз. Енді сіздерге бұдан кейінгі сабақта жаңағы астары мен ішкі сумканың сыртқы бөлігіне мынаны қалай орналастырамыз, соны көрсететін боламын. Міне қыздар, енді кожасының ілмектерін тігіп аламыз. Ол үшін жаңағы тігілген астыңғы бөлігіне тұру керек. Осылай қойып, мынаны өлшеп аламыз. Мен мелмен белгілеп алдым. 20 сантиметрді 10 қылып, ортасынан 10, ортасынан ары қарай 10 қылып. Енді осыны мен бұлай тігуім керек. Жоқ, бұлай тігем айтпақшы. Бұлай тігем. Осылай тігем. Мына бұлай қайырлады. Дәл ортасына қойып, осы бөлікті тігіп алуым керек. Осы кожаны 1 сантиметр көлемде, өйткені шығып кетуі мүмкін. Сол себепті 1 сантиметр көлемде 2-3 қайтара закрепка беріп тұрып тігеміз. Міне. Дәл солай 4 жағында дәл сол қалыпта тігіп шығамыз қыздар. Айтқанда сіздерге көрсеткен бойынша мынадан 4 штук істеу керек қыздар. 4 штук 8-де қанша еді? 6-дан. Кей кезде үзіліп кетеді, кожаның қалыңдығынан ештеңе етпейді, қайтадан әсіресе закрепка берген кезде үзіліп кетеді. Қайтадан сабақтап, қайта аккуратно жасаймыз. И все. Енді артында дәл сол осы қалыпта тігіп шығамыз. Шатастырып алмаңыздар. Мынаны осылай тігеміз. Енді артында тігіп аламыз қазір. Міне қыздар, енді сумканы полный тіге бастаймыз. Полный тігу үшін біз сумканы реттеп алуымыз керек. Қараңыздар, нелерін тігіп алдыға, ілмектерін жасап алдыға. Енді ілмектерін жасап алғаннан кейін мынау ішкі астарын жасап алдыға. Ішкі астарын жасап алғаннан кейін мынаны біз, қараңыздар, теріс қарап тұр, соны мынаның ішіне кіргіземіз. Ішіне кіргіземіз да, дәл мына боковой мен боковойына қойып, дәл осы қалыпта тігіп шығуымыз қажет. Ол үшін бізге булавкалар көмектеседі, әрине. Булавкалар, яғни центріне қойып аламыз. Және мұны центріне қоямыз. Мынау меніңше сетінеп кетіпті, кішкентай шеті. Осыны жақсылап тұрып істеп алайық. И все. Осылай қойып, бірінші беткі қабатын тігіп аламыз, яғни алдыңғы жағын. Мынаған мән беріңіздер, мынау астыңғы жағында болу керек, қалтасы. Өйткені қалта әрқашанда арт жағында болу керек. Міне қыздар, енді осы бағытта мына булавкалап қойған жерімізден бастап дәл центріне 1 сантиметр көлемде тігеміз. 1 сантиметр қыздар. Енді біз постоянно 1,5 сантиметр тігіп келдік, енді 1 сантиметр тігеміз. Міне, қараңыздар. Мынау осылай қалады. Бұны шығармаймыз еш жаққа. 1 сантиметр көлемінде біз тігеміз.
осы боковой жаңағы не жерін қайтадан қайталап тігеміз. Неге? Кожа жерін. Себебі ол сетінеп кетеді. Сумкамызға ауырлау зат салған кезде сетінеп кету қаупі бар. Сол себепті де оны қайта тігіспен тігуіміз міндетті, қыздар. Міне. Енді синтефонды абайлаңыздар. Себебі синтефон лапканың арасына кіріп жүргізбей қояды. Темірін де абайлаңыздар. Жаңағы ремендеріміздің темірлерін абайлап тігеміз. Мынаны қайта тігіспен тігеміз. Міне қыздар, енді артқа жағын тігеміз. Арт жағын тігеміз, бірақ біз орын қалдыруымыз керек. Өйткені мынаны теріс қаратып алуымыз керек. 1 сантиметр көлемінде тігеміз. 1 сантиметр. И то мына бағанағы немізді қайта тігеміз. Енді осы жерден не қалдырамыз? Біз жаңағы ашық жер қалдырамыз. Әрине үлкен емес, бірақ мына жерге дейін тік келеміз. Осы екі аралықты қалдырамыз. Міне қыздар, екі аралықты қалдырамыз. Осы екі аралықтан біз не қылуымыз қажет? Мына жағында тігемді, мына жерге дейін, мына кожаға дейін тігемді. Сосын біз оны аударуымыз қажет. Осы жерді қайта тігеміз. Қайтара тіге салайын. И вот, қыздар. Енді мұны біз мынаны аударуымыз керек. Біздің ішінде коробканы салып қойдық. Коробканы алып тастайық. Бәрі коробка бізге мешать етеді. И булавкалары да қалып кетпесін. Булавкаларын да алып тастаймыз. Булавкалары қалып кетпесін. Міне, фанерін мен бұлай салған тұғым. Енді осыны алып тастауымыз керек. Қазір ішіне аударған кезде біз оны қайтадан қойсақ болады. Мына жақсылап тұрып аударамыз. Аккуратно. Өйткені сетінеп кетуі мүмкін. Кейбір жерлері шырқылып кетуі мүмкін. Қатты күш салған кезде. Мінекей қыздар. Қарап тұрсаңыздар, бізде мына жерде тігіс тігілмей қалды. Бұны қазір біз реттейміз. Мына ашық жер. Мынаның бәрін реттеп, түзулеп. И сол бағанағы ашық тұрған жерден коробкамызды салып аламыз. Қыздар, бірден коробкамызды салып алуымыз керек. Коробкамызды салып алып, қазір мен мұнаның бәрін жайғастырып алайын, сосын қайта түсірем. Вот, қыздар, біз соңына да кеп қалдық. Мынаның барлығын жайғастырып алдым. Мына ішкі құрылысының бәрін жайғастырдым.
Енді біз центрінен бастап мынаны ішке қаратып қараңыздар. Мынау сыртқы көрінісі. Мынаны ішке 1,5 сантиметр көлемінде дәл осылай бастырып тігіп шығамыз. Бастырма шоқпен тігіп шығамыз. Неге? Өйткені астарымен несі бөлек болып тұру үшін, мынау шығып кете бермес үшін де дәл осылай тігіп шығуымыз керек. Міне 1,5 сантиметр көлемінде. Барлық жағын осылай тігіп шығамыз, қыздар. Себебі сумкамыз қазір осындай тіккен кезде сумкамыз өте әдемі көрінеді. И бағанағы біздің ашық тұрған тігісіміз бар ғой, сол да көрінбей кетеді. Оны да қазір біз жасырып тұрып тігеміз. Мінекей, қыздар. Кішкене дегенде кішкене закрепка беріп үземіз. Мынандай артықша жібінді алып тастаймыз. Міне, қыздар, көрдіңіздер ме, қандай әдемі сумкамыз шықты. Мынау кнопкалы, кнопканы басып. Вот, міне. Енді соңғы несі қалды, соңғы тігісі қалды. Ол әрине кожамыз. Кожамызды дәл осылай былай қоямыз. Қараңыздар, 2 сантиметр көлемінде қойып, и оны кішкене майлап тұрып жасаймыз, қыздар. Үзіле берді ғой. Ой, мына ішкі жағына қайтарамыз. Ішкі жағына дәл осыны енді кішкене майлап жіберейік. Қайта тігіспен 3 қайтара тігсек болады. Все, қыздар. Қалған үшеуінде дәл осы тігіспен тігіп шығамыз. Мыналарды қазір алып тастаймыз. Міне, қараңыздар. Вот, мынаны да дәл осылай. Мынаны қалай тіктік, дәл осыны мынаны да дәл осылай тігіп шығамыз, қыздар. Одан кейін ең соңғы несі, мынаны кішкене астары алынып кетпес үшін кішкене мынаны түптерін ине жіппен көрсетпей, білдірмей, астыңғы жағымен қосып, 1-2 қайтара ине жіппен істеп жүреміз. Сол кезде астары қимылдамай тұрады. Қараңыздар, ішіндегі қалтамыз, кнопкамыз и ременіміз дайын болды, қыздар. Осымен сабақ бітті. Қандай әдемі сумка шықты бізде, қыздар. Осындай сумкаларды отчет тапсырып, барлықтарыңыз әдемі сумкалар істеп, қазақи салт дәстүр жаңғыртайық, қыздар. Сәттілік, алтындарым.